Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырман, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәл ресторандағыдай болып шығатын люля кебабтың үй жағдайында жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Құрамы өте қарапайым ғана заттардан тұрады. Бізге қажетті ет, тұз, бұрыш және кез келген приправа, жұмыртқа, картоп, сәбіз, пияз, кез келген көк шөптердің бірі, тәтті бұрыш және де чеснок қажет болады. Барлығын жуып тазалап аламыз. Ең алдымен етті ерітгіштен өткіземіз. Кейін жаңағы дайындап алған картопымызды осылай ұзынша етіп корей салатына арналған теркадан өткіземіз. Сәбізді де дәл осылай өткізіп аламыз. Ал болгар бұрышын ұсақтап, болмаса блендердан өткізсеңіздер болады. Пиязды да ұсақтап етіп тураймыз. Чеснокты да дәл солай ұсақтап турап алу қажет. Және де кез келген көк шөп, яғни петрушка, кинзаны да қоссаңыздар болады. Мен мұнда петрушка қостым. Барлығын осылай дайындап алып, жаңағы фаршымызға қосамыз. Кейін жаңағы тұз, бұрыш, приправа және бір жұмыртқаны қосып, осылай жақсылап қолымызбен араластырып, осылай котлет жасағандағыдай бірнеше рет осылай ұрғылаймыз. Кейін протеинімізді жақсылап майлап, немесе пергамент қағазын төсеп, осылай котлет тәрізді ұзынша етіп, люля кебаб тәрізді етіп жасап аламыз. Барлығын осылай жасап алғаннан кейін қызып тұрған 180 градус пеште 40-45 минуттай пісіреміз. Дәмі енді сөзбен жеткізе алмаймын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған салтанат. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.